Сәлем балақай. Сені каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер әліппе сабағынан 51-ші сабақ қысқа и дыбысы және әріпімен танысатын боламыз. Ол үшін оқулығымызға қарайық. Алдымен қысқа и әріпін ермексіздан жасап көрсет дейді. Және оның жанында сурет берілген. Бұл жерде балалар не істеп жатыр? Балалар айды бақылап жатыр. Бұл суреттегі ай не нәрсеге ұқсайды? Ай ораққа ұқсайды. Айды бақылау балаларға өте қызық болды. Енді балалар осының ішіндегі олар айды бақылады деген сөйлемді алайық. Кәне, сөйлемде қанша сөз бар? Олар айды бақылады. 3 сөзден тұрады. Ай деген сөзді алайық. А дауысты, и дауыссыз, қысқа и дауыссыз дыбыс. Ай деген сөз бір буыннан тұрады, 2 әріп, 2 дыбыстан тұрады. Енді астындағы тапсырманы бірге оқып шығайық. Бұл жерде сөздер берілген және суретке қатысты мәтін берілген. Ай, тай, ой, қой, айна, айнаш, ойын, ойыншы, оймақ, қаймақ. Қазір біздер 1, 2, 3 буыннан тұратын сөздерді оқыдық. И әріпі сөздің басында, соңында және ортасында кездеседі. Астындағы ай мәтінін оқиық. Айдар, айдос, майра, достар. Олар айды бақылады. Ай ораққа ұқсайды. Балалар ұзақ қарады. Айды бақылау қызықты болды. Бұл жерде суретке қатысты мәтін берілген. Бұл берілген сөздерді және мәтінді үйден жақсылап қайталап дайындал. Оның астында тапсырма берілген. Бұл жерде ребус. Біздер бұл сызбада қандай сөз жасырынғандығын анықтауымыз қажет. Ол үшін бізге мына суреттер көмекке келеді. Ең алдымен қарайтын болсақ, Б әрпі берілген, иә? Б қосу, яғни келесі тұрған ненің суреті? Айдың суреті. Енді осыған біздер ай сөзін қосуымыз қажет. Бай келесі тұрған бұл орақ. Жаңа жоғарыда мәтінде ай ораққа ұқсайды деді. Я, екеуі бір-біріне ұқсап тұр, солай ма? Орақ бұл шөп сабатын құрал. Енді орақ деген сөздің алдыңғы бірінші әрпін не дейді? Алып таста дейді. Рақ қалды. Рақ буыны қалды. Кәне барлығын қосып бірге оқиық. Байрақ. Қандай сөз пайда болды? Байрақ. Байрақ бұл ту, иә? Туды біздер байрақ деп те айтамыз. Енді балақай, байрақ сөзін буынға бөлейік. Байрақ неше буыннан тұрады? 2 буыннан тұрады. 2 буыннан тұрады, 2 дауысты дыбыс бар және 4 дауыссыз дыбыс бар. 6 дыбыс, 6 әріптен тұрады. Балақай, бүгінгі біздің қысқа и дыбысына және әрпіне арналған сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, егер тақырыпта берілген тапсырмалар түсінікті болатын болса, лайк қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпа.